ішінде мейірім, махаббат және сүйіспеншілік жатыр. Адамның өмірі мен бақыты дәл осы отбасынан бастау алады. Бейсен ағамыз өзінің бір сұхбатында отбасын құру оңай, бірақ оны сақтау қиын деп айтып өтеді. Әрине, ол дұрыс шешім деп білеміз. Өйткені отбасы тек қана адамдар ғана емес, адамдар тобы ғана емес, ол бір мақсаттың бағыты, бір жүректің соғысы. Осыған арнап Бейсен ағамыз өз отбасына 8 қағида жазып өтіп, соны ұстанған екен. Бірінші, біздің отбасымызда сыйластық бірінші кезекте тұруы қажет. Үйленген күннен бастап, отағасына сіз деп тіл қатасың деп келіседі. Екінші, сенің ата-анаң менің ата-анам, менің ата-анам сенің ата-анаң деп келістік. Балдызыма ақыл айтсам, қарындасыма айтқандаймын, қайныңды ұрсаң, туған інісіне ұрысқандай болады. Қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Баланы мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз, мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз, мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз, бірақ ешқашан ақыл айтып көрмейміз. Ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше демекші. Біреуміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап кешірім сұрап отырамыз. Алтыншы, үйде ел азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақтың астына мүлдем алмаймыз. Жетінші, ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел, саған күйеу табылуы мүмкін әрине, бірақ балаларымызға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды. Ол анық. Біздің үйде ағай туыс туралы өсек-аяң болмайды деп 8-ші қағидамен тоқталады. Бейсеннің 8 қағидасы құр сөзінде қалған жоқ. Әр қағиданы мүлтіксіз орындауға тырысты. Бастапқыда сіз деп сөйлеу құлаққа түрпідей естіліп, Бейсенді еріксіз күлкі қысатын. Кейін осы сөз отбасындағы татулықтың тірегі екенін түсінді. Бейсен ата-енесін де өз әке-шешесінен кем көрмеді. Бірде жұбайының шешесі төсек тартып қалады. Бейсен енесін Алматыға алдыртып дәрігерлерге қаратады. Диагнозы жазылмайтын дерт болып шығады. Кейуана мұны естіген соң амандығына тезірек үйіне жетіп алуды ойлайды. Ертесіне пойызға келеді. Вагоны қашықтау жерде болады. Қарт кісі жүре алмай ентігіп қалады. Сонда Бейсен еңкейіп арқасына тосып, апа, арқама мініңіз дейді. Енесі бұны күтпеп еді. Аң-таң болып тұрып қалады. Бейсен, бәйбіше жүр, тұра берме, деді де әй-шайға қарамастан енесін арқалап жылдам жүре береді. Ол жерде қарияның қой дегеніне қарамастан өзінің ата-анасындай сыйлап білген. Осындай терең ойлы қағидалар арқылы отбасы берік бола алады. Сонда ғана ажырасу, жетімдер үйінің көбеюі сынды мәселелер өзекті болмайды деп білемін. Қазіргі кезде өз ішінен шыққан нәрестесін де тастап кетіп жатыр. Бұл ненің әсері? Отбасының болмауының әсері. Осы қағидаларды ұстанбауының әсері деп білемін. Отбасының іргетасы жақсы қалану үшін ең болмағанда Бейсен ағамыздың 8 қағидасын ұстанайық. Отбасы өмірдің алтын діңгегі. Ол бар болса, елімізде мақтан болады. Бейсен ағамыздың қағидаларын ұмытпай, жанған шамшырақтай есте сақтай білейік. Өйткені ол бақыттың кілті отбасымыздың жүрегінде.